Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 17 бөлімі. Ал Эбру Седептің Беракпен сөйлесіп, Серхатпен төсектес болған жайлы айтып жатты. Ал Жан болса, Анталиядағы қонақ үйдегі адамды табуын қонақ үй қызметкеріне тапсырды. Қанша ақша керек болса да беремін, ақша жағынан уайымдама деп Жан барлығын тапсырды. Ал Берак болса, Серхатпен тең болдым деді. Ал Тибет болса, адамына сен мұнда неге келдің? Мен саған Анталиядан шықпа деп едім ғой деді. Мен қашан шетелге кетем? Сіз маған шетелге кетесің деп едің ғой деді. Құжаттарың дайын болсын деді. Зейнеп болса, үйге келе сала Беракқа айқайлады. Сен неге қызды алдайсың? Сонда барсаң мен саған ана болам деп неге айтасың деді. Сен маған олай айқайлама деді. Айқайлайым, сөйлейім деді. Бұл үйден кет деді. Мен сенің киімдеріңді жинап қойдым деді. Мен бұл үйде 1 минутта қалмайым деді Зейнеп. Серхат болса, Берак, сен бұл үйден Зейнепті қуа алмайсың деді. Ал Зейнеп болса, мен кетемін деп кетіп қалды. Серхат болса Беракқа айқайлады. Отыр орныңа, тұрма деді. Сен қандай адамсың өзі? Қызыңды біреуге тастап кетіп деді. Мұстафа Зейнепті күтіп тұрғанда Азраны көріп қалды. Азра бірақ оны көргісі үйге кіріп кетті. Зейнеп ағасын көріп таң қалды. Аға, сен мұнда не ақып келдің деді. Сен алып кетуге келдің деді. Зейнеп көңіл күйі түсіп ағасын құшақтап алды. Ал Серхат болса Беракқа қатты ашулы. Шетер енді, ажырасамыз. Үндемей құжатқа қол қоясын. Болмаса қыздарға бар шындықты айтам деді. Айт, мен де сен айтамын. Седеппен бір төсекте жатқаныңды айтам қыздарға деді. Не демекшісің деді. Ал Азра болса тесті әкеліп Жиһанға көрсетті. Бүгін көтеретін уақытың, дайындал, мен қазір келем деп қуана кетті. Серхат болса қыздарына хабарласып, қонақ үйге келіңдер, жүргізуші жіберем. Мен сендермен оңаша сөйлесуім керек деді. Ал Беракқа кет деп еді, кетпеймін деді. Онда мен қонақ үйге барып тұрам деді. Зейнеп өз үйіне келді. Барлығы кешкі ас ішіп отқанда анасы Ревика, бұл қандай ана өзі? Өз баласын ана Түлайға бере салған деді. Ал Зейнепке тамақ батпады. Серхат қыздарын отырғызып алып, ажырасу туралы айтпақшы болды. Бірақ қыздары әке не болды? Қандай шындық, анамызды шақырмадың ба? Не айтпақшың дегенде әжелері хабарласып, анасының ауырып қалғанын айтты. Сендер аналарының ауруханадан шыққаны кеше ұялмайсыңдар ма қаңғырып жүруге деді. Ал Себем ханым Беракқа сен неге бұлай ауырып қалдың деді. Апа, сіз маған ана болдыңыз, мен анам 6 жасынан тастап кеткен деді. Ал Эркан болса, Кадерге қарап, сен неге ет жемейсің деді. Түлай болса, байдың үйінде тұрып, ет жеп үйреніп қалған шығар, жалыққан шығар деді. Сол кезде есікті біреу қақты. Түлай барып терезеден қараса, Зейнеп келді. Кадер келді енді, бұл күнде осы үйден шықпайтын болды ғой деді. Есікті ашқанда, сен енді күнде осылай келесің бе деді. Иә, керек болса күнде келем деді. Кадер қайда? Кадерді шақыршы. Тамақ жеді. Қандай тамақ алып келдің деді Түлай. Бұршақ пен күріш деді. Ол котлет жеп алған деді. Котлетті сендер жедіңдер ма, ол жеді ма деді. Бірақ Кадер котлет жедім деп айтты. Ал Серхат қыздарымен бірге әйеліне келді. Дәрігер шақырмай-ақ қойыңдар деді. Ал қыздары, апа, біз сені қатты уайымдадық қой деді. Сол кезде Илким түймедақ шайын дайындап берейін. Зейнеп қайда деді. Зейнеп кетіп қалды деді. Осы кезде ажырасайық деп айқайлап кетті Берак. Оны естіген қаял шошып кетті. Эбру әпкесіне шай дайындап әкелді. Шай ішейік. Седептің Беракпен минут сайын сөйлесіп жатқанын естідім. Седеппен Серхат мырза қонақ үйде бірге болыпты деді. Ал қаял болса, әке, өтінем, ажыраспаңдаршы деді. Қызым, бұл туралы кейін сөйлесейік. Сен бөлмеңе бар,
Жарай ма, мен қазір артыңнан барам деді. Елкем, сіңіліңді алып бөлмесіне апар деді. Эбру жұмысқа қашып бара жатқан кезде Зейнеп, тоқта Эбру деді. Үстіңдегі киімді қайдан алдың? Тағы қарызға баттың ба деді. Жоқ әпке, қарызға батпадым деді. Әкем қонақ үйге жатты ма деді Хайел. Иә, біздің арамыз бұрынғыдай болмай қалған қыздар. Мен сендерге өтірік айтпай қойын, тек шындықты айтайын. Біз әкең екеуміздің арамыз суып кеткен. Сәл уақытша осылай бола тұрсын деді. Жарайды дегенде қыздар қойды. Сол кезде Серхат Елкемге хабарласып, мен сендерді сабақтан алып кетейін. Хайелдің жағдайы қалай деді. Жағдайы жақсы. Анамды сұрамайсың ба деді. Сөйтті де әңгімені басқа жаққа бұрып, қыздар, мен сендерді сабақтан алып кетем деді. Жоқ әке, біз сабақтан кейін үйге келіп анамның жанында боламыз деді. Жақсы, кешке соғып кетем деді. Сонда қайтадан қонақ үйге кетесің бе? Иә қызым, уақытша солай бола тұрсын деді. Оның барлығын Берак естіп тұрды. Ал қыздар сабаққа кеткенде Жан келді. Жан, сонда сен менің жалғыз қалғанымды күттің бе деді. Иә деді. Мен сенің құпияңды жасырғаныма әлі күнге өкінем. Сенің көңілдесі деп ойлады Серхат. Қайыққа келіп мені тапаншасымен атты. Не? Деп Берак шошып кетті. Кадердің әкесі кім екенін айтты. Інім үшін кек алам деді. Мен оны айтуға одан қорқам деді. Не, Кадердің әкесінен қорқасың ба деді. Иә деді. Айт, кім екенін айт. Барлығымыздың көңіліміз тыншысын деді. Ал Берак оны айта алмайтынын айтты. Айт деді. Жан, фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.